Ассалаумағалейкум ағайындар, ардақты. Мынау оқиғаны білесіздер ме? Баяғыда Абылай хан жерімізді қорғап қалу үшін былай болған жоңғарлардан. Жоңғарлар жерімізге шабуыл жасайын деген, сөйтсе қазақтарда 15-ақ мың жауынгер болған, кімдерде 30 мың болған. Сонда қасындағы Абылай ханның қасындағы кеңесшісі айтады: бізде 15-ақ мың ғой, оларда 30 мың қалай болар екен дейді. Сонда Абылай былай жауап береді: ең бастысы дейді, көпшілікте емес дейді, адамның басшысы күш бірлігін сақтаса, елімізді, жерімізді сақтай білеміз дейді. Сонда жәндегісі сұрақ қояды қасындағы несі, кеңесшісі. Сонда қалай дейді, егерде қазағымыз бір ауыз болып тұрсақ, қазір біріміздің арқа сүйер болып тұрсақ, жауымызды ойланбастан жерімізді сақтап қаламыз дейді, жауымыздан дейді. Жауымыздан сақтай алмасақ, сормаңдай дейді. Елімізді сақтай білсек, келешек ұрпағымызға жерді алып береміз дейді, сақтап береміз дейді. Енді қазіргі енді баяғы жауынгерлер нелер, жаңағы енді кімдер, Абылай хан нелер, қазіргі типа президент кім сияқты ғой, патшалар ғой. Енді бүйтіп айтқанда біздің қазіргі президентіміз былай ауызбіршілігі жоқ біздікінде. Жұрттың бәрін аш қалдырып, жұрттың бәрін қырылыстырып, жұрттың бәрін неғылып отыр, бірін-біріне айдап отыр. Анау бүйтсе бүйтіп айт, бүйтіп айтты. Бірін-біріміздің арамызға бүйтіп айтқанда, қазақша қазіргі тілмен айтқанда шестерка қылып отыр. Ел басшымыз аузымызды біріктіріп, бір ұстай алмасақ, елімізді қалай қорғап қаламыз? Енді осыны ойланыңыздаршы. Ел басшымыз бар, басқамыз бар, астында, қол астында жұмыс істеп жатқандар бар. Халқым, қалай ойлайсыңдар енді? Баяғын сөздері тура келген. Қазіргілер ауызбіршілік істей алмайды. Ел басшы болып отырмын деп атағы ғана, бірақ елін сақтай алмай отыр. Ауызбіршілігін жасай алмаса, қазақ еліміз Алла сақтасын талан-таражға ілінеді. Жаңағы жоңғарлар деген дейді, бұрынғы тілмен айтқанда. Мына жағымызда айдақардай болып Қытай отыр, мына жақта шакалдай болып орыстар отыр. Мына жағымызда бәрі елімізді көздеп отыр. Осы ауызбіршілігімізді біріктіре алмаса еліміз, одан бір тиын пайдасы жоқ. Сол үшін халқым ойланайық.